Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен мейіз қосылған үгітілмелі қатпарлы печеньенің рецебімен бөлсемін. Сливочный дәмімен өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда осы печеньенің рецебімен қатар көптеген өте жеңіл жасалатын түрлі выпечкалардың, салаттардың және де әртүрлі торттардың рецептері бар. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін бас. Ең алдымен салқын суға жарты шай қасық тұз салып, оны таза ыдысымызға құямыз. Аздап сливочный май салып, осы екеуін толық ерігенше араластырамыз. Үстіне аз-аздан ұн сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр тыңғанша бетін 5 минутқа жауып қоямыз. 180 грамм сары майды осылайша жіңішкелеп жайып шығамыз. Дайын болған қамырды жайып, үстіне дайындап алған сары майымызды салып, арасына ораймыз. Жан жағын айналдыра жауып, май шықпайтындай етіп, үстінен оқтаудың көмегімен ақырындап жайып шығамыз. Қамырды бүктеп бірнеше рет жаямыз. Қамырды қатты баспай ақырындап жаямыз. 4-5 рет бүктеп жайғаннан кейін қамырымыз осындай жұп-жұқа қатпар-қатпар болып шығады. Стаканның көмегімен кесіп, арасына өзіміздің қалауы бойынша джем немесе осындай мейіз немесе шоколад салуға болады. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызарғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Печеньеларды қатты баспаса, ашылып кетуі мүмкін. Менде 36 штук печенье шықты. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіз. Өте дәмді, бірден желініп кетеді. Достар, алдағы уақытта каналыма көптеген жаңа рецептер, хит торттардың рецебі шығады. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін бас.